Жалпыңызға сәлем, сіздерменен бірге отбасылық дәрігерлеріміз Бекзат. Біз сіздерменен бірге өткен жолы жүктілікке дұрыс дайындалу бойынша видеоның алғашқы бөлімін талқылаған болатынбыз. Онда біз жалпы жүктіліктің алдында әйел адам үшін гинеколог маманның қарауы қаншалықты маңызды, және де ер адам жүктіліктің алдында қандай дайындығы жасау керек, қандай лабораториялық анализдер тапсыруға болады, жүктілік кезінде әйел адам үшін де, бала үшін де қалқанша маңы безі қаншалықты маңызды, осы сияқты сұрақтарға жауап берген болатынбыз. Егер де қандай да бір себептермен жіберіп алған болсаңыз, ол видеоны көруге сіздерге кеңес берем. Ал ендеше бүгін сіздерменен бірге біз жүктілікке дұрыс дайындалу бойынша видеоның екінші бөліміне келіп жеттік. Бүгін біз сіздерменен бірге жатырдағы болашақ бала үшін қандай аса қауіпті инфекцияның түрлері бар, және де жүктілік барысында әйел адамның ағзасына қандай микроэлементтер мен қандай дәрумендер, яғни қандай витаминдер қажет, сол туралы айтатын болам. Ал ендеше ұзақ созбаймыз, кеттік. Өздеріңізге бүгін айтқалы отырған жатырдағы болашақ бала үшін аса қауіпті болып саналатын инфекциялардың медицинадағы жалпылама топтама аты ол торч инфекциялар. Өзім айтып отырғандай, бұл нақты бір ғана инфекцияға берілген ат емес. Сол себепті бұның құрамында көптеген инфекциялар кіреді. Солардың құрамына мысалы токсоплазмоз, мерез, АИТВ, желшешек, хламидиоз, гепатит Б және С, қызамық, цитомегаловирустық инфекция, герпестік инфекциялар кіреді. Өздеріңіз байқап отырғандай, осы инфекциялардың біз ағылшынның бас әріптерімен белгілегенбіз. Содан мінекей көріп тұрғандарыңыздай торч инфекциялардың аты шығып отыр. Енді біз осы инфекциялардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кететін боламыз. Торч инфекциялардың құрамына кіретін алғашқы инфекция бұл токсоплазмоз. Токсоплазмоз дегеніміз жалпы қандай ауру? Бұл адам мен жануардың организмінде пайда болатын өте қауіпті паразиттік жұқпалы ауру болып саналады. Паразиттің негізгі иесі көріп тұрғандарыңыздай бұл мысық болып табылады. Мысықтар ауру тышқандарды және кеміруші үй жәндіктерін жейді де өзінің үлкен және кіші дәрет арқылы жұқпалы паразит микробын сыртқа шығарып отырады. Елдің әсіресе 12 аптаға дейінгі жүктілігінде бұл өте қауіпті болып саналады. Токсоплазмоз ұрықтың даму сатысында көру, жүйке, ішкі без, жүрек қан тамырларын зақымдауы мүмкін. Жалпы токсоплазма бұл бала жолдасы арқылы жатырдағы шаранаға өтіп, түсіктің болуына немесе баланың іште өлуіне, туа біткен кемтарлықтардың туындауына әкеліп соқтыру әбден мүмкін. Індеттің жұғу жолдары көп ақ. Оларға мысалы шикі ет, шала піскен жұмыртқа, тартылған ет, бифштекстермен тамақтану, мысықты қолмен ұстау, мысықтың нәжесіне немесе несебіне қол тигізу, жақсы жуылмаған жемістер мен көкөністер, жасыл шөптерді асқа пайдалану, осының барлығы токсоплазмозға алып келуі мүмкін. Алғашында токсоплазмоз жұққан кезде тұмау түрінде белгі береді. Барлық жүкті әйелдерге диспансерлік бақылауға тіркелген күннен бастап токсоплазмозға бір рет зерттеу жасатқан дұрыс деп ойлаймын. Әсіресе мына ауылдық жерде тұрып мысалы мысық асырайтын кісілер болса. Диагноз қою қиын емес негізі. Бар болған көк тамырдан аздап қан алып, төтемелік қан сарысу арқылы, яғни иммундық серологиялық зерттеу жасаса болды. Сараптама алла қаласа 3-4 күнде қорытындысы дайын болады. Бұл зерттеу арқылы дерттің қашан жұққандығын, қандай сатыда екені, аурудың қандай түріне жататындығын, дәрежесін анықтауға әбден болады. Ол көрсеткіштерді біз медицинада иммуноглобулиндер деп атаймыз. Сіздер осы күнге шейін қандай да бір анализ тапсырған болсаңыздар, қорытындысында осы иммуноглобулиндерді көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Мына суретте көріп отырғандарыңыздар маркировкалары әртүрлі. Иммуноглобулин А, иммуноглобулин М, G, E деп әртүрлі топқа бөлінеді. Жалпы қысқаша тоқталып кетейін, себебі алда әлі бұларды көп айтатын боламыз. Сіздер де біле жүріңіздер. Жалпы иммуноглобулиндер дегеніміз не? Біздің ағзамыздағы қорғаныш қызметін атқаратын ақуыздар бұлар. Оларды әртүрлі вирустармен, бактериямен, паразиттермен, аллергендермен күресу үшін біздің иммундық жүйе оларды көптеп жасап отырады. Жалпы иммуноглобулиндердің 4 топқа бөлінген, олар латын әріптерімен белгіленеді. Иммуноглобулин А, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G, иммуноглобулин E. Ал ендеше әр иммуноглобулинге тоқталып өтейік. Иммуноглобулин А. Оның ағзадағы негізгі қызметі жергілікті қорғаныш қызметін қамтамасыз ету. Кез келген патоген, мысалы ауыздың, мұрынның, ішектің шырышты қабатына келіп түсе салысымен, осы иммуноглобулиндер оларды тез арада танып, көзін жойып отырады. Келесі иммуноглобулин М. Ағзамыздағы негізгі қорғаныш қатарының бірі болып саналады. Егер иммуноглобулин А патогенді тоқтата алмай өткізіп алса,
онда іске иммуноглобулин М кіріседі. Бұл иммуноглобулин сіздің ағзаңыздағы дәл осы сәтте жүріп жатқан жіті процесті білдіреді. Яғни жақын арада ғана жұққанын кез келген инфекцияның. Иммуноглобулин G иммундық жауаптың кеш сатыларында бөлініп, патогенді жадында сақтап қалып, ұзақ уақыт иммундық қорғанышты қамтамасыз етеді біздің ағзамызға. Естеріңізде болсын, егер сіздің анализдеріңізде иммуноглобулин G оң болса, қорықпаңыз, керісінше қуаныңыз. Демек, сізде қорғаныштық иммунитет бар деген сөз. Яғни сіз бұрын жұқтырғансыз, сөйтіп оған ағзада антиденелер түзіліп қойған дегенді білдіреді. Иммуноглобулин Е аллергиялық антиденелер. Бұлар қан тамырларының қабырғасындағы жасушаларды қабыну медиаторларының бөлінуін шақыра отырып білдіреді. Яғни ағзада қандай да бір аллергиялық реакциялар жүргенде осы иммуноглобулин Е белсендіріледі. Келесі торч инфекцияның бір түрі ол қызамық, орысшасы краснуха. Қызамық тіговирустармен қоздырылатын ұсақ дақты экзентамамен, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, лимфоаденопатиямен, яғни лимфа түйіндерінің қабынуымен, орташа қызбамен, ал жүкті әйелдерде жатырдағы ұрықтың зақымдалуымен сипатталатын вирусты ауру болып саналады. Қызамық ауа тамшылы жолмен беріледі және оны жұқтыру оп-оңай. Сол себепті жүкті әйелдер үшін бұл өте үлкен қауіп төндіреді. Туа пайда болған қызамықпен туылған нәрестеде көбінше естудің нашарлауы, көздің ақауы, жүрек ақаулары, аутизм, қант диабеті, қалқанша безінің бұзылыстары болуы мүмкін. Қазіргі уақытта балаларға қызамыққа, паротитке, қызылшаға қарсы комбинирленген екпелер жасалады. Соған байланысты бұл дерттер қазіргі уақытта өте сирек кездеседі. Жалпы осы екпені алған кез келген адамның ағзасында тұрақты иммунитет пайда болады. Яғни осы дертке қарсы сізде қорғаныс бар деген сөз. Уақыт өте келе ересек адамдарда осы қабілет төмендеуі мүмкін. Сол себепті кез келген жүктілікті жоспарлаған әйел адам болсын, ересек адам болсын, осы екпені қайта алуына мүмкіндігі бар. Егер де жүкті әйел жүктілік барысында осы дертке шалдықса, ағзасында егер осыған қарсы иммунитет жоқ болса, ол әйелдің баласында туа біткен ақаулар немесе түсік тастау, кей жағдайларда өлі тууға шейін алып келуі мүмкін. Жалпы қызамықтың диагностикасы бұл жалпы клиникалық симптомдарға және де лабораториялық анализдерге қарап тағайындалады. Яғни жоғарыда айтып өткен иммуноглобулин G, иммуноглобулин М толық диагностика жасауға мүмкіндік береді. Сіз жалпы қызамыққа қарсы екпе алғансыз ба? Егер алмаған болсаңыз, міндетті түрде алып алыңыз. Себебі сіздің жатырда жатқан болашақ балаңызды егер дертке шалдыққан жағдайда қорғайтын сол иммунитет қана. Ал егер ол екпені алмасаңыз, сізде қызамыққа қарсы ағзада иммунитет болмайды. Сол себепті міндетті түрде алғаныңыз жөн. Торч инфекцияның қатарына кіретін тағы бір инфекция бұл бізде цитомегаловирустық инфекция. Бұл герпевирус тобына жататын қоздырғышы цитомегаловирус болып табылатын жұқпалы ауру. Инфекция жыныс жолдары арқылы, сілекей арқылы, анасынан баласына плацента арқылы берілуі мүмкін. Цитомегаловирустық инфекция вирустық жатыршілік инфекцияның ең жиі себебі болып табылады. Бұл инфекция қарсы антиденелер ағзамызда бұрын ауырған кезде бір түзелсе, тұрақты және өмір бойы сақталады. Цитомегаловирустық инфекцияны біріншілікті жұқтыру жүктілік кезінде болса, соңы өте ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін. Мәселені ушықтыратын тағы бір жайт, ол цитомегаловирустық инфекцияның жатыршілік берілуі де өте жоғары. Оған қосымша әкесінен де ұрықтандыру барысында жұғуы да тіркелген. Себебі ер адамның сперматозоидында да цитомегаловирустық инфекция болуы мүмкін. Ал балаға цитомегаловирустық инфекцияның берілу тағы бір жолы, ол босану кезінде жыныс жолдары арқылы бала шығып жатқанда жұқтырып алу. Жоғарыда айтқанымдай, цитомегаловирустық инфекция кезінде де иммуноглобулиндерге тапсыруға болады. Егер анализіңізде иммуноглобулин анықталмаса, ештеме етпейді. Тек сақтық шараларын күшейту керек. Жіті респираторлық аурулармен ауырып жүрген адамдардан жұқтырып алмау үшін олардан алшақта болып сақтанғаныңыз абзал. Ең бастысы анализіңізде иммуноглобулин М табылмаса болды. Себебі иммуноглобулин М табылған жағдайда сізге жүктілікті ары қарай жүргізу туралы дәрігерлермен кеңесу керек. Торч инфекцияға жататын соңғы инфекцияның түрі бұл бізде герпес. Герпес қарапайым герпес вирусымен шақырылатын инфекциялық аурулар тобы. Вирустық герпестің табиғатта екі түрін ажыратамыз. Бірінші түрі көздің, ауыз,
мұрын шырышты қабатын зақымдайды. Екінші түрі жыныс мүшелерін зақымдайды. Қарапайым герпес вирусы ауа тамшылы жыныс жолдары арқылы және де плацента арқылы жүкті әйелден ұрыққа беріледі. Болашақ баланың негізі қаланып жатқан жүктіліктің алғашқы сатыларында біріншілікті жұқтыру болған жағдайда ол ұрықтың өліміне шейін алып келуі мүмкін. Бұл жағдайда дамымайтын жүктілік пен түсіктің туындау қаупі 3 есеге жоғарылайды. Ал егер жұқтыру жүктіліктің екінші жартысында болса, онда ұрықтың туа пайда болған ақаулары, микроцефалия, көздің тор қабығының ақауы, жүректің ақаулары, уақытынан бұрынғы босану болуы мүмкін. Бала тек жатырішілік жолмен ғана емес, сонымен қоса босану кезінде де жыныс жолдары арқылы шығып жатқанда жұқтыруы мүмкін. Ендігі кезекте біз дәрумендерге кезек берсек, яғни витаминдерге. Жалпы жүктілік барысында әйел адамның ағзасында қандай витаминдер тапшы болады, оларды қайдан аламыз, және де олар жетіспеген жағдайда қандай өзгерістер қалыптасады, және де балаға қандай зияны бар, сол туралы айтып көрейік. Жалпы жүктілік барысында ағзаға қажетті дәрумендердің бірі бұл бізде Д дәрумені. Біздің ағзамыздың Д дәруменіне деген қажеттілігі Д3 дәрумені арқылы өтеліп отырады. Ал ол өз кезегінде күннің ультракүлгін сәулелері теріге түскенде продәрумен арқылы пайда болады. Тері асты май қабатында қор ретінде жиналып, қажеттілігіне орай жаратылып отырады. Кальций мен фосфордың ағзаға сіңірілуі де осы Д3 дәрумені арқылы көмегімен іске асады. Сонымен қатар Д3 дәрумені балаларда сүйектер мен байламдардың дұрыс қалыптасуына әсер етіп, ересектердің тірек қимыл аппаратын қуаттап отырады. Иммунитеті де нығайтып, ағзаның вирус пен бактерия қарсы қабілетін жақсартады. Жүктіліктің соңғы 3-4 айында қаңқа сүйектерінің кальцификациясы басталады. Сол себепті қосымша 500-1500 халықаралық бірлікте Д3 дәруменін қабылдау ұсынылады. Д дәрумені көп мөлшерде майлы балық сорттарында, балық икрасында, жұмыртқаның сарысында, сүт өнімдерінде көптеп кездеседі. Ал Д дәрумені дефициті кезінде болашақ анада уақытынан бұрын босану, преэклампсия белгілері, гестациялық қант диабеті пайда болуы мүмкін. Ал балада өз кезегінде гипотрофияның жоғары қаупі, рахитке, иммунитеттің бұзылыстарына, аллергиялық аурулардың туындауына, баланың болашақта респираторлық инфекцияларға бейім болуына, ас қорыту жүйесі ауруларына алып келуі мүмкін. Жүктіліктің алдында немесе жүктілік барысында әйел адам ағзасы үшін маңызды дәрумендердің бірі ол фолий қышқылы. Жалпы фолий қышқылы жүкті әйелдер арасында өте бір сондай сұранысқа ие дәрумен десем қателеспейтін шығармын. Сол фолий қышқылы дегеніміз ол Б тобының дәрумені. Көп жерлерде Б9 деп жазылады. Ол біздің ағзамызда бүткіл жасушалардың құрамында бар. Ол ДНК құрылысына қажет, демек жасушалардың өзара бөлініп жаңа жасуша түзу үшін қажет. Жүктіліктің алғашқы апталарында ұрықтың дене мүшелерімен қатар миы да қалыптасады. Жүктіліктің алғашқы сатысында фолий қышқылы жеткіліксіздігі кесірінен бірнеше жасушалардың дамуында болған ақаулар болашақта бүткіл бір жүйенің дұрыс емес дамуына алып келуі мүмкін. Мысал ретінде жүйке түтігі ұрықтанудан кейін 3-4 аптада жабылады. Ал оның бойындағы немесе ұрықтың миындағы даму ақауы болашақта туылған баланың мүгедектігіне немесе өліміне алып келуі мүмкін. Өз кезегінде фолий қышқылы жүйке түтігінің ақауының қаупін айтарлықтай төмендетеді. Фолий қышқылының ағзадағы күнделікті қажеттілігін өтеу үшін жүктілікке дейін 3 ай күніне 1 таблетка 400 мг-нан қабылдаған жөн. Бұл дәрумен көбінше жасыл көкөністерде, орам жапырақта, салаттарда, цитрустарда көп мөлшерде кездеседі. Ал енді сол фолий қышқылының жеткіліксіздігі кезінде ағзада қандай өзгерістер болады, сол туралы айта кетсем. Оның ағзадағы жетіспеушілігі әйел адамда токсикозға, преэклампсияға, түсік тастауға алып келуі мүмкін. Ал балада ұрықтың туа пайда болған ақауы қаупі жоғарылайды. Жүйке жүйесінің қалыптасуының бұзылуына, ұрықтың гипотрофиясына, иммундық жүйенің жетіспеушілігіне, Даун синдромына, балалардағы онкологиялық ауруларға, лейкоздарға, нейробластомаға, анемияға, жүрек қан тамыр ауруларына алып келуі мүмкін. Жүктілік барысында ұрықтың дұрыс қалыптасуына әсер ететін элементтің бірі ол бізде йод. Ең бірінші кезекте йод ұрықтың психикалық және физикалық дамуына қажет. Себебі баланың интеллектуалдық қабілеттері жүктіліктің алғашқы апталарындағы мүшелердің қалыптасуына тікелей байланысты.
Жүктілік барысында иод ұрықтың көптеген ауруларының алдын алады және әртүрлі жүйелердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Иодтың ең көп мөлшері балықта, балық майларында, теңіз балдырларында кездеседі екен. Оған қоса сүт өнімдерде, алмада, жүзімде, шиеде, шабдалыда да көптеп кездеседі. Ағзада иод жетіспеген жағдайда кейбір ауытқулар болуы мүмкін. Иод жетіспеушілігі болашақ ананың қалқанша безі қызметінің бұзылысына, босанудың уақытынан бұрын болуына әкелуі мүмкін. Ал балада жүйке жүйесінің бұзылыстарын, есту, көру қабілетінің төмендеуі, қалқанша безінің қызметі бұзылыстары болуы мүмкін. Бұған қосымша перинатальды өлімнің қаупі де жоғарылайды. Яғни бала туылмай жатып шетінеп кетуі мүмкін. Жүктілік барысында әйел адамның ағзасында өте көп мөлшерде қолданысқа ие болатын микроэлементтердің бірі темір. Темір жетіспеушілігінен туындайтын ағзаның жағдайы темір жетіспеушілік анемия деп аталады. Оны баршамыз білеміз. Анемияның ең жиі кездесетін түрі де осы темір жетіспеушілік анемиясы болып табылады. Жүкті әйелдің ол кездегі жалпы қан анализінде гемоглобиннің көрсеткіші орташа есеппен 110 грамм на литрден төмен болады. Жүктілік барысында қордағы темір тек ананың ғана қан жасауына ғана емес, ұрықтың да керегіне шығындалады. Әсіресе бұл шығын 16-20 апталарда арта түседі. Себебі ол кезде ұрықтың қан жасау процесі басталады. Жүктілік соңында кез келген әйелде ағзадағы темір қоры күрт төмендеп, оны толығымен қайта қалпына келтіруге 2-3 жыл уақыты кетеді екен. Темір жетіспеушілігі болашақ анада анемия, преэклампсия, тіпті жүкті әйелдің өліміне де алып келуі мүмкін. Ал бала үшін жетілмей аз салмақпен туылу, анемия, интеллектуалдық дамудың артта қалуы, метаболизмдік синдромға алып келуі мүмкін. Біз көбінше байқаймыз, үй жағдайында, теледидарда, қолдағы смартфонда, интернет парақшаларда D3 дәрумені көптеп жарнамаланады. Сол D3 дәрумені секілді көптеп жарнамалатын тағы бір өнім бар, ол омега-3. Омега-3 бұл май қышқылдары болып табылады. Жалпы жүкті әйел үшін қандай пайдасы бар омега-3-тің? Жүкті әйелде артериалды қан қысымын қалыпты ұстап тұруға, липидтік алмасуды реттеуге, когнитивтік бұзылыстардың алдын алуға, босанғаннан кейінгі депрессияны жеңуге көмектеседі екен. Оған қосымша қабынуды басады, плацентаның қызметін қалыпты ұстап тұруға көмектеседі екен. Ал омега-3 бала үшін қандай пайдасы бар? Жалпы омега-3 балада орталық жүйке жүйесінің дамуына, көру аппаратының дұрыс қалыптасуына, туылған кезде аз салмақпен туылудың алдын алуға, перинатальдық өлім қаупін төмендетуге көмектеседі екен. Жоғарыда айтылып отырған микроэлементтермен, дәрумендермен әйел адамның және жатырда дамып жатқан баланы қалай қамтамасыз етсек болады? Ол үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың әрине жауабы дайын. Ол үшін біз дұрыс пайдалы тамақтануымыз керек. Себебі жоғарыда айтылған микроэлементтер мен дәрумендер күнделікті тамағымыз арқылы біздің ағзамызға түсіп отырады. Сол үшін бізге күнделікті рационға өте пайдалы сүтті, етті, жеміс-жидек, көкөніс, әртүрлі тағамдарды қосып отыру керек. Сонда ғана бұл дұрыс пайдалы тамақтану болып саналады. Бірақ та бұл дұрыс тамақтану сіздің ағзаңызға бәрібір 100% қажеттілікті өтемейді. Себебі сіздің ағзаңыздың қажеттілігі өсті. Сіздің ағзаңыз қазір 2 адам үшін бұл аз болып саналады. Егер сіз қажеттілікті 100% өтегін келеді десеңіз, сізге күні-түні тамақ жеуге тура келетін еді. Нәтижесінде сіз семіздік ауруына шалдығатын едіңіз. Қуанышымызға орай заманауи медицина бұндай жүкті әйелдер үшін әртүрлі байытылған минералды дәруменді қоспалар дайындап қойған. Мен байытылған минералды қоспа ішеді екенмін деп, сіз дұрыс тамақтануға бейжай қарамаңыз. Себебі бұл байытылған минералды дәруменді қоспалар тек дұрыс тамақтануға қосымша ретінде ғана ойлап табылған. Жоғарыдағы ақпараттардың барлығын қорытындылайтын болсақ, жүктіліктің талабы көп. Бірақ та оның барлығы болашақта дені сау ұрпақты өмірге әкелу үшін жасалатынын түсінуіміз керек. Бұл видео арқылы мен сіздерге жүктілікке дайындықтың 3-6 ай алдын басталу керек екенін түсіндіруге тырыстым. Мен сіздерді мақсатым қорқыту емес, сақтандыру. Себебі кез келген ата-ана өмірге дені сау, ақылды баланы алып келгісі келеді. Жалпы бұл видеоны түсірудегі негізгі мақсатым осы видеоны
қарапайым ауыл халқы көрсе деген едім. Себебі көп жағдайда ауыл халқының тұрғындарында жүктілікке дайындық мүлдем болмайды. Нәтижесінде жүктілік барысында әйел адам туылғаннан соң нәресте туа біткен ақаулармен қиналады. Оның барлығы білместіктен шығар деп ойлаймын. Сол себепті осы видеоны үйреніп білгенімді сіздермен бөлісе отыруды жөн көрдім. Сіздерге болашақта пайдасы тиген ойдамын. Жалпы жүктіліктің алдында ешқандай шағым болмаса да қатты ойымдап, әртүрлі керек емес анализдерді тапсырып, ақшаңызды оңды солды шашпаңыз. Одан да ол ақшаны отбасыңызға жаратыңыз. Алла қаласа декретке шығып атсаңыз, ол ақша әлі сізге керек болады. Ең бастысы, Алладан салиқалы ұрпақ сұраңыздар, дұға етіңіздер, арасында өздеріңізді әрекет жасаңыздар. Алла қаласа келесі тақырыпта мен осы нәресте күтіміне байланысты түсірсем ба деп отырмын. Сол себепті осы бүгінгі видео сізге ұнап, көңіліңізден шығып жатса, өзіңіз үшін бір түртіп алар бір ақпарат алып атсаңыз, туған туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ол кісілер де көрсін, өздеріне де бір керек дүниелер болып жатса алсын. Ал сіздер өз кезегінде басқа да тақырыптағы видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліңіздер, саусақты жоғары қаратып лүпілден басыңыздар. Әртүрлі әлеуметтік желілерде осы видеоны бөліссеңіздер де болады. Алла қаласа келесі видеоларда сіздерменен жолыққанша сау сәлеметте болыңыздар. Әр қазағымның дені сау болсын.